Міне, мына каналда миллион оқырман болса, сонда мен бақытты боламын. Ал қазір тек 467. Бұл енді не біз? Сосын маған квартира керек. Бұны бірден ала алмаймын. Сол себепті ипотека аламын. Примерно 20 жылдан кейін демала аламын. Кейін пенсионтта аула алыс емес. Сосын ақырында смело босаншы берсе болады. Қазір шыдау керек. Бұл әлі өмір емес, бұл дайындық. Өмір сол уақытта болады. Солай емес пе? Бұл видеода кейінге қалдыру синдромы жайлы сөйлесетін боламыз. Егерде таныс болса, лайк бас. Кеттік. Міне өсемін, міне көшемін, міне жинаймын. Бұл видеоны осы цитаталармен бастаймын. Шынымен де өмірді кейінге қалдыру синдромы кішкентай кезден басталуы мүмкін. Кішкентай кезде бәріміздің бір ортақ арманымыз бар. Бұл өсу. Үлкен болғанда өзіміз шешім қабылдай аламыз. Не жеу керек, қашан ұйықтаймыз. Сосын қалағанымызша компьютер ойнаймын. Егерде бұл жай ғана бонус емес, өзіне тартқыш мақсат болса, қазіргі балалық шақта бақытты болуға кедергі жасаса, онда кейінге қалдыру синдромы жайлы сөйлесе берсек болады. Ал енді сендердің көбің қазір уже үлкенсіңдер. Және айтылған плюстер шынымен де бізге қолжетімді болды. Но онымен бірге бірнеше жауапкершіліктер келді. Ақша табу, денсаулығына қарау, тамақ пісіру, қарым-қатынасты жақсарту және де тағы басқалары. Бала кездегі армандаған билік келмеді. Осылай біз өзімізге жаңа мақсат қоя бастаймыз. Мысалға, қазір мен мына ұнамайтын жұмыстан тәжірибемен ақша жинап алайын, сосын өзіме ұнайтын жұмысқа кіріп, өмірдің ләззатын аламын. Бұл жай ғана кейінге қалдыру синдромының кезекті бір баспалдағы. Жақсы, бұл қандай бәле болды өз? Кейінге қалдыру синдромы бұл ауру емес. Бұл ойлану образы. Бұнда адам өмірге алдын ала дайындалғысы келеді. Бұндағы мәселе ол ойлаған өмір орын алмайды. Бұл синдромдағы адамның ойында алдында ылғи да жарық болашақ өмірін кардиналды түрде өзгертетін. Ал бұл уақыттағы нағыз өмір жай сол өмірге репетиция сияқты болып қабылданады. Тарихтан мысал келтірсек, кейінге қалдыру синдромы термині жақында ғана пайда болды. 1997 жылы. Оны Владимир Серкин енгізді. Егерде Википедияға сенсек, түсінік бұрыннан бар болғаны түсінікті, бірақ Серкин бұны түсіндіріп берді. Келесі жылы көшеміз ойымен жүретін солтүстік тұрғындарын зерттей отыра. Бұл былай жұмыс істейді. Кәдімгі шектеулікке керек істей аламын. Ал кейінге қалдыру синдромында керек істей аламын, өзімде мүмкіндік бермеймін. Серкин бірінші синдром жайлы айтып өткен жазушы Килинг екенін айтады. Ол колонияда тұрған ағылшындық жайлы жаңа өмір бастау үшін Англияға қайтып оралуын күткен жайлы жазған. Бұл өзі қайдан шыққан нәрсе? Әрине кішкентай кезден бар дейтін нұсқа бар. Ата-аналар балаларға махаббат, қуаныш және де басқа да жақсы сезімдерді міндетті түрде жетістіктерге жету арқылы лайық болу керек деп миларына құйып салған. Нәтижесінде адам қазіргі уақыттан рахаттану мүмкіндігін жоғалтады. Тіпті жетістіктері бар болса да оған әлі жеткіліксіз секілді болып көрінеді. Әлі мұнаны істеу керек және мұнаны. Егер де өзін таңдаған мақсатқа жетпегенше бақытты болуға құқығыңыз жоқ болып, қуанышты, көңілді және өз-өзіңізді жақсы көруге мүмкіндік бермейтін болсаңыз, онда сізде бұл синдром бар. Негізгі мәселе адам жеткісі келетін дәл сол сәт өмірде ешқашан орын алмайды. Біз ылғи да басымызға мінсіз суретке кедергі жасайтын затты тауып аламыз. Шындығына келсек, даже қазір сендерге ұнамайтын жұмыс болып, оны ұнайтын жұмысқа ауыстырып, барлық қиындықтардан құтқаратындай көрінсе, онда жоқ. Ұнайтын жұмыста жалықтырады. Немесе сендердің күштерін бітеді, немесе идеал кризис басталады, осылай жалғаса береді. Идеалдың қол жетпейтіндігін түсіндіру үшін ең жақсы зат бұл ақша. Бізде ақша көп болса, алғымыз келетін бар затты аламыз деп ойлаймыз. Но ақша өскен сайын біздің де сұранысымыз өседі. Және бұл жарыс бітпейді. Бұл ойында жеңу мүмкін емес. Кейінге қалдыру синдромы біздің өмірімізді төмен бағалатқызады. Біздің қазіргі жағдайымызды бірде міндетті секілді болып көрінеді. Қазіргі жағдайымыз бірнеше жыл болдың армандасақ. Әрине, тағы да балалық шақта мысал алсақ. Егерде сендерде қатал ата-ана болса, мына жағдай таныс. 4 алдың ба? Қуанатын ештеңе жоқ. 5 керек. 5 алдың ба? Бұл әлі алтын медаль емес. Ерекше ештеңе жоқ. Алтын медаль алсаң, олимпиада жеңбедің, сондықтан саңалмай. Қысқасы, баланың барлық жетістігі төмен бағаланады. Содан ол үлкен өмірге де ауысады. Сен үлкен жетістіктерге жету мүмкінсің, бірақ ішіндегі бала бұнда ерекше ештеңе жоқ деп айтатын болады. Қалайша бұл бұзғыш жүйені жеңуге болады? Негізінде ең жақсы шешім психотерапевттен специалистқа бару. Тереңде жазылғандарды өзгертуге тырысу үшін. Жалғыз жеңгілерің келсе, онда бірінші бар болуды үйреніңдер. Ойланбай, ештеңе істемей, жай ғана бар болыңдар. Дәл қазір істеп көрсеңдер болады. Денелерінен не сезіп тұрсыңдар? Сендерге ыңғайлы ма? Қай қол ауыр секілді көрінеді? Сол немесе оң? Кез келген бір ішті сезіп тұрсыңдар ма? Не жейсіңдер, не істейсіңдер? Осындай дәл қазір сезіп тұрған заттар нағыз уақытқа оралуға көмектеседі. Бұл дәл кейінге қалдыру синдромы барлар жоғалтқан зат. Бұл мазасыздықтан да құтқарады. Бұны болашақ жайлы көп ойланып кеткенде қолдансаңдар болады.
бір болашақта қобалжудың алдын алу жайлы лайфхак. Өздеріне екі сұрақты қойыңдар. Бірінші, ең басты мақсатым үшін қазір бір нәрсе жасай аламын ба? Екінші, бұған менде бұл энергия бар ма? Егер де бір сұрағына жоқ деп жауап берсеңдер, онда қазіргі өмірге ауысып, қазір бар затпен бақытты болыңдар. Себебі қуанышты болашақты сендер мүлде жылдамдатпайсыңдар. Екінші, шыдауды доғаныңдар. Сендер өздерінің өмірлерінде шыдауларыңды түсінулерің керексіңдер. Бұған список жасаңдар. Бұнда үлкен қиындықта, кішкентай қиындықта болуы мүмкін. Мысалға, нашар инфраструктура, көшеде немесе коллегаларынан ескерту. Әр пунктқа қарама қарсы енді шыдамау үшін не істей алатындарыңды жазыңдар. Осылай өз-өздеріне деген махаббет пен құрметті өсірсеңдер болады. Үшінші, өздерінің кішкентай өмірлік ләззатпен жиі қуантуға тырысыңдар. Қуанышқа лайықты болу керек емес. Сендер дәл қазір өздеріңді қуанта аласыңдар. Киноға бар, сүйікті тәттіңді же, ұнаған жидені сатып ал. Бұған қандай да бір поводпен жетістік керек емес. Және де сендерде бар ұнайтын затты қолданыңдар. Жаңа жидені сатып алып, оны ерекше жағдайға қалдыру керек емес. Басқа киімдерді қалай киесіңдер, оны да солай киіңдер. Бәріңізге апаларымыздың жағдайы таныс шығар. Жаңа ыдыстарды ерекше жағдайға, полкаларға қойып қояды. Тек сол уақытта қолданады. Олардың қателігін қайталаман. Төртінші, жеңісті тойлаңдар. Арман немесе глобальный мақсат болғанын еш жаман жоқ. Бірақ та оны бірнеше кішкентай мақсаттарға бөлу керек. Егер де осылардың біреуін орындасаңдар, жақсылап тұрып өздеріңді құттықтаңдар. Өздерінің барлық жетістіктеріңді тойлаңдар. Олардың бәрінің өзіндік орны бар. Тіпті ең кішкентайдың да. Және демалуды да ұмытпаңдар. Демалыс бұл қажет. Бесінші, қолдау іздеңдер. Шелектегі шайындар жайлы естіген шығарсыңдар. Егер де біреу бостандыққа шығайын деп жатса, басқалар көмектеспейді. Керісінше ұстап төменге тартады. Өмірде де осылай. Осындай кері тартатын шайын адамдардан құтылу керек. Егер де орталарын саған сенбесе, не үшін саған бұл керек? Қайда кіріп барасың? Мен ұнамайсың деген сөздер айтылса, бұндай адамдармен сөйлесуді қою керек. Бізге жақын адамдардан қолдау керек. Бұндай адамдардың бар екенін білесің бе? Егер де бұндай адамдар жоқ болса, бұл сен оларды таба алмайсың деген сөз емес. Қазіргі уақытпен өмір сүр деген сөз қазір вряд ли біреуді шабыттандырады. Бірақ сендерге кейінге қалдыру синдромы бар екенін түсінсеңдер, бұл жақсару жолындағы бірінші қадам. Одан бірден құтылу екіталай. Бірақ өмір бұл саяхат. Оны компьютеріне ойындағыдай өтуге болмайды. Бұнда тек бір жеңіс жолы тұрған жоқ. Тек процесс бар. Әрине бұл ең маңыздысы. Бұны есте сақтаңдар. Егер де осы жерге дейін көрсеңдер, онда сендерге бұл видео ұнады дегенше, сол себепті видеоға лайк басып, мені жоғалтпас үшін подписаться етіп, бірінші болып видеоларымды көру үшін колокольчикті басып кетсең де болады. Ал сендермен бірге болған мен Apple. Короче, давайте. Енді смело демала берсем болады. Дейін десем әлі монтаж бар екен ғой. Қой, қазір айтайын десе. Сен әлі көріп отырсың ба? Мен әшейін видеоны сол 8 минутқа жеткізсайын деп әңгіме айтып отырмын. Әлі не істесем болады енді. Соңғы сөзімді айтып кетейін. Соңғы сөзім және айтып кеткендей, лайк басып кетіңдер, коммент жазып кетіңдер, және де өздеріне сеніңдер. Давайте, пока-пока, чау. 8 минут болды ғой дейме? Короче, давайте, пока. Пока. Мен кеттім. Точно айттым шыл.